Бір күні Нурик балық аулағысы келіп балыққа өзенге барады. Бірақ балық мүлдем болмады. Тіпті нанды түрткен де жоқ. Түн жақындап қалған соң Нурик заттарын жинап үйіне қайтпақшы болады. Кенеттен соңғы нанын салып отырғанда қармақты бір нәрсе түрте бастайды. Қуанып кеткен Нурик қармақты тартып қалады. Сөйтіп қармаққа балық ілінеді. Балықтың сыртқы жағы өте біртүрлі және шіріп кеткен сияқты болса да, балық қозғалып тірі болды. Солай Нурик үйіне құр қол бармас үшін балықты өзімен бірге алып кетеді. Осылай Нурик үйіне балықты әкеліп, оны қуырып, кешкі тамағын ішпек болады. Солай ұйқыға кетеді. Түнгі 12-лер шамасында аузының құрғақтығы оятып жібереді. Ас үйге келіп, шөлін қандырғысы келеді. Бір стаканнан соң тағы да ішкісі келді. Ішіп шөлі қанбаған соң, ол кастрюльге суды толтырып ішті. Оның шөлі әлі қанбады. Солай ол ваннаға келіп, суды толтырып ішкісі келді. Ашкөздікпен шыдамай қайта іше берді. Солай ол ваннаның ішін суға толтырып, ішінде жатқысы келді. Осы кезде оған кішкене жеңіл бола бастады. Арада бір апта өтті. Ол әлі ваннадан шықпады. Және бір апта жоғалып кеткен соң көршілері іздей бастады. Көршілер есікті ашпаған соң есікті бұзып кіріп, әлгі адам суда жатып балыққа айналып кеткен екен.